5 экскаватор 2 сағатта 7 шұңқыр қазды. 7 сағатта 10 экскаватор қанша шұңқыр қазады? Сонымен жазайық. 5 экскаватор 2 сағатта 7 шұңқыр қазайын деп жатыр. Енді, егер де экскаваторларымыздың санын 10 экскаватор қылдырып, яғни 5 экскаваторды 10 экскаватор қылдырып 2 есе өсірейін десек, онда дәл осы 7 шұңқырды қазуға оларда 2 есе аз уақыт кетеді, немесе дәл осындай 2 сағат уақыт берілетін болса, 10 экскаватор 2 есе көп шұңқыр қазады, яғни 14 шұңқыр болады. 5 экскаваторымыз 7 шұңқыр қазатын болса, 10 экскаваторымыз 14 шұңқыр қазатын болады. Бұл оңай. Сонымен 7 сағат берілген деп тұр. Сондықтан егер де уақытымыз дәл осы 10 экскаватор орында қалады да, бірақ 2 сағат емес, мына жерде берілгендей 7 сағат уақыт берілетін болса, онда 7 сағат дегеніміз мына 2 сағатымыздан 3,5 есе артық болғандықтан 14-ті де 3,5 есе көбейту керекпіз. Сонда мына жерде болатын санымыз 14 көбейтілген 3,5 болады. Не үшін 3,5? Себебі мына 2 деген санымызды 3,5-ға көбейтетін болсақ 7 шығады. 14 деген санымызды 3,5-ға көбейтетін болсақ мына сан шығу керек. Сонда 14-ті бірінші 3-ке көбейтейік. 14-ті 3-ке көбейтетін болсақ 42, және де оған қосамыз 14-тің жартысын, яғни 7-ні. Не үшін? Себебі 3,5 деген 3 және де жартысы деген сөз. 3-ке көбейткенде 42, жартысы 7, жалпы алғанда 49 деген жауап шығады. Бұл біздің Д нұсқамыз екен.